Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тауық етінен палау жасайтын боламыз. Ең алдымен қызыған табамызға ақ майымызды құйып, пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде пиязымыз қуырылуы қажет, қып-қызыл болып. Ары қарай сәбізімізді, туралған сәбізімізді салып, тағы да ары қарай қуырамыз. Өздеріңіз қалауларыңызша тауықтың төс еттерін қоссаңыздар да болады, немесе сан еттерін қоссаңыз да болады. Менде осындай 4-1 тек қана майда сан еттер болды. Осы сан еттермен балаларға ыңғайлы болу үшін, жеуге ыңғайлы болу үшін осындай сан еттерін қостым. Сіздер де өз қалауларыңызша тауықтың кез келген төс еттерін қоссаңыздар болады. Жақсылап қуырып аламыз. Ары қарай керегінше тұз, бұрыш салып, мен приправа қоспаймын, балаларым ұнатпайды, сондықтан осылай ғана суын құйып, көз мөлшермен жарты сағат 40 минуттай қайнатып алдым. Қайнатқаннан соң сразу күрішін салып, суы тартылғанша бетін жауып кішкене бұқтырамыз. Суы тартылғаннан соң астын баяу отта пісіреміз. Өздеріңіз көз мөлшермен суын құйып, күріштеріңізге байланысты құясыздар. Мен жарты сағатта бұқтырып, астын баяу отта пісіріп алдым. Міне палауымыз дайын болды. Сіздерге ұнаса лайк басып, тәркелеп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.